Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Бүгін біз электронды почта ашу туралы сабағымызды бастаймыз. Электронды почтаны қалай ашамыз? Ол үшін компьютерлеріміздегі кез келген іздеу жолағына, мысалы Google браузеріне болсын, кез келген браузерге кіріп, іздеу жолағына mail.ru деп жазатын боламыз. Мен алдын жазғандықтан осылай шығып тұр. Міне mail.ru деп жазғаннан кейін бізге осы Google-дың mail.ru парақшасы ашылады. Ашылған беттегі бірінші тұрған сілтеменің үстін басып, ішіне кіретін боламыз. Кірген кезде бізде оң жаққа қарасаңыздар, войти және создать почту деген шығады. Егер біздің почтамыз құрылған болса, онда войти деп логин пароліміз жазу арқылы кіреміз, немесе жаңадан почта ашып жататын болсақ, онда создать почту деген команданы басатын боламыз. Сол кездегі шыққан өрістердің барлығын міндетті түрде толтырып шығамыз. Имя өрісіне өзіміздің аты жөнімізді жазамыз. Мысалы, менде Дидар деп жазайын. Өзіміздің аты жөнімізді жазамыз. Дидар. Бакутова. Туған күні. Туған күнімізді жазамыз. 20-сы июнь және жылымызды, өзіміздің туған жылымызды жазатын боламыз. 80. Пол деген жерге мужской болса мужской, женский болса женский. Енді имя ящиканы басқан кезде бізге өзі осы жерден түрлі бізге логиндарды ұсынады. Осы жерден өзімізге ұнаған, қалаған біреуін қойсақ болады. Мысалы, мен мынаны қоямын. Дидар Бакытова .80 деген. Енді осы қойған логинімді міндетті түрде мен не істеймін? Бір параққа жазып аламын. Өйткені мен бұны есімде сақтауым керек. Егер мен почтама кіруім керек болған кезде мен осы логинді жазып кіруім керек болады. Сол үшін есте сақтау үшін мен бұны бір жерге түртіп жазып аламын. Келесі бізде пароль. Парольді біз құру үшін өте есте қалатындай және өте қиындау пароль қоюымыз керек. 8 символға дейін, 8-ден көп болса да болады, 8-ден кем болмау керек, 6-7 болмау керек, кемі 8 символдан тұратын пароль жазуым керек. Ол парольді де мен алдын ала өзім бір жерге жазып аламын. Мысалы, 2023 Дидар, нижний профиль, 23-тен. Паролімізді де біз алдын ала бір параққа жазып аламыз да, енді оны осы жерге теретін боламыз. Міндетті түрде ағылшын тіліне ауыстырып аламыз, енді жазамыз. 2023 Дидар, нижний профиль және 23. Осылай жаздым. Не используйте имя и другие личные данные. Так, бұл жерге аты жөніңізді қолданбаңыз дейді. Мысалы, басқа пароль жазып көрейік. Мысалы, 2023, мысалы, Миру 123 дейік. Міне, надежный пароль. Пароль еще раз дейді. Енді сол жазған паролімізді қайтадан осы жерге қайталаймыз. 2023 Миру, нижний профиль және 123. Міне, мен қайталап жазып шықтым. Енді создать дегенді басамыз. Немесе указать номер телефон. Телефон номерлеріңізді жазсаңыздар, сіздердің сол номерлеріңізге SMS келеді. Сол SMS-ті осы жерге жазасыздар. Қазір мен бұны көрсетпей создать дегенді басып көремін. Создайтты басамын. Міне, қабылдап жатыр. Телефон номерімді жазбасам да, енді маған мынандай кодты көрсетіп тұр. Мен осы көріп тұрған кодты осы жерге мен қатесіз тура сол кодты теруім керек. Ағылшын тілінде тұрады міндетті түрде. Енді мен осыны теретін боламын. Так, осындай әріп деп ойлап тұрмын. Және кішкентай А3, одан кейін мынандай әріп деп ойлап тұрмын. Және мынау қандай әріп?
Бұл мынандай әріп сияқты деп тұрмын. Қазір жазып көреміз, егер қабылдап жатса. Продолжить дегенді басамыз. Егер мен осы кодты дұрыс терсем, онда мен почтам құрылады. Міне мен кодты дұрыс терген екенмін, почтам құрылды. Осы жерде сохранить пароль деп шығып тұрады. Осы логин мен осы пароліңізді сақтайын ба деп сұрап тұрады. Егер қайта-қайта теріп, жазып кіріп тұрмас үшін сохранить батырмасын басып қойсаңыздар болады. Міне добро пожаловать в новую почту деп келді. Енді біз почтамызды ары қарай активизация жасайтын боламыз. Енді осы жерде қарап тұрсаңыздар, настроить деген бар. Осы настроить дегенді қазір үстінен бір мәрте шертеміз. Настроить шертеміз. Енді выберите вид почтового ящика дейді. Стандартный деген жерде тұра берсін. Продолжить дегенді басамыз. Бізге, яғни осы біз почтамызға кірген кездегі алғашқы бетінде қандай суреттер тұрсын. Осы жерден бізге түрлі суреттерді ұсынады. Қалаған бір өзімізге ұнаған біреуін қойып қойсақ болады. Мысалы, мен розагүлді қойып қояйын. Красные розы дейді. Міне красные розы қойылды. Қазір көрсетеміз сіздерге. Енді приступить к работе деген үстін басамыз. Міне сонымен біздің электронды почтамыз құрылды. Енді қарап тұрсаңыздар, мына жерде добро пожаловать в Mail.ru, яғни Mail.ru-ға қош келдіңіз деп шығып тұр. Енді бұл жерде көріп тұрғандарыңызда оң жақ бұрышында келген хаттар тұрады мына жерде. Отправленные дегеніміз, яғни жіберілетін хаттар тұрады. Немесе біз осы почтамыз арқылы басқа бір почтаға, мысалы жұмысқа байланысты бір құжаттарды жіберуіміз керек болса, онда написать письмо деген үстін басатын боламыз. Написать письмоны басқаннан кейін кому, кімге жіберейін деп жатсыз, және қандай тақырыпта осы жерлерді толтыратын боламыз. Осы жерге қарасаңыздар, мына жерде д деген, яғни өзіміздің атауымыз, атымыздың бастапқы әрпін көрсетіп тұрады. Енді мен біреуге бір құжат немесе бір сурет жіберуім керек болады. Ол үшін қалай? Мысалы, кому деген жерге мен сол жіберетін адамның электронды почтасының логинін жазуым керек. Мысалы, мен мына жерге жіберуім керек. Конарова 80 @mail.ru деп жазайын. Мен осы почта абонентіне мен бір сурет немесе құжат жіберейін деп тұрмын. Тема деген жерге сол жіберіп жатқан құжатыңыз туралы жазсаңыз да болады, жазбай қойсаңыз да болады. Енді мен жаза салайын. Тема деген жерге, мысалы, мектебімді жазып қояйын. Мысалы, мектебім Қаратөбе 10 деп қоя салайын. Енді прикрепить файл, яғни мен өзімнің компьютерімдегі құжатты прикрепить етіп, осы почта аккаунт, осы логиндегі логин иесіне жіберуім керек. Енді мен осы жерден прикрепить файл деген үстін басамын. Енді мен жіберетін құжатым қай жерде тұр? Сол жерден қазір мен тауып аламын. Документтің ішінде шығар, документтің ішінде қай жерге сақтап қойдың, сол жерге. Енді осы жерден, мысалы, мен қалаған бір сіздерге мысал ретінде бір құжатты жіберіп көрейін. Мысалы, 5-ші сынып тапсырма деген. Осыны мен жаңағы почтаның егесіне жіберуім керек. Осының үстін басамын, сосын открытті басамын. Міне, осы құжатым кімге барып түседі? Мынау Конарова 80 @mail.ru деген адамға барып, соның компьютерінің электронды почтасына барып түседі. Міне келіп түсті. Енді келіп түскеннен кейін сохранить және отправитті басамын. Сақтау және отправить. Міне отправитті басқан кезде күте тұрамыз. Минут отправка шығып жатыр. Осы жердегі сандар аяқталған кезде қазір көріп тұрамыз. Осы кезде бірден мынау X-ті басып жібермейміз. Осы жерде күтеміз. Письмо отправлено деп шығып тұрады. Міне қазір шығады. Міне біздің жаңағы неміз жіберілді. Оны қалай көреміз?
құжатымыздың жіберілген отправленные деген үстін бассақ, міне барсақ, один письмо деп тұр, бір хат жіберілді. Үстін басатын болсақ, міне бізге көрсетіп тұр. Сегодня, бүгін, мынау konarva80@mail.ru деген почтаға, электронды почтаға, мына Қаратөбе мектебінен Дидар Бақытова деген адам, міне мынау көрініп тұр ғой, белгі, бір құжат хат жіберді деп, осы отправленныйдың ішінен көрініп тұрады. Ал енді сізге біреу жіберетін болса, онда входящие деген үстін бассақ, міне бізге қазір ешкім жіберген жоқ. Егер сіздерге біреу құжат, сурет жіберетін болса, осы входящийдің ішінде осы жерде келіп тұрады. Енді қазір мен осы почтадан қазір қайттан шығып, қайтадан логин паролімізбен кіріп көретін боламыз. Енді мен қазір түгелмен шығып кетемін. Мынаның жаңағы есіміз жазылып тұрған тұрғанда, оң жақтағы, жоғарғы жақтағы Д деген үстін басып, выйти деп мен қазір шығып кететін боламын. Енді шығып кеттім, мен енді қайтадан өзімнің почтама кіруім керек болады. Ол үшін қайтадан міне создать почтуды баспаймыз. Біз почтамыз құрып қойдық. Енді өзіміздің поштамызға кіріп көреміз. Ол үшін вайтиге басамыз. Вайтиге басқаннан кейін біз жаңағы өзіміз жазған, құрған мына жерге логинімізді жазамыз. Біз бастапқыда Дидар Бақытова .80@mail.ru деп жаздық. Бізде міне бірден шығарып тұр. Не үшін бірден шығарып тұр? Себебі біз бастапқыда осы логин мен парольді сохранить дегенді басып сақтап алдық. Біз мына жерге жазып жүрмес үшін. Енді ввести пароль деген үстін бассақ, міне тіпті біздің паролімізде осы жерде сақтаулы тұр. Яғни мынаның үстін бассақ, мына глазоктың үстін бассақ, міне біздің паролімізді де тіпті көрсетіп тұрады. Енді болды, сақталып тұр. Вайти дегеннің үстін бассақ, қазір біз қайтадан өзіміздің құрған почтамыздың ішіне қайтадан кіретін боламыз. Міне кірдік, мына көріп тұрғандарыңызда үлкен розагүл, бағана біз бастапқы кезде почта ашып жатқан кезде осы розагүлді таңдап қойған болатынбыз. Міне біз қайтадан өзіміздің почтамызға кірдік. Осы жерден қайтадан хат жіберетін болсақ, написать письмо деп жіберетін адамның электронды почтаның логинін жазып, осы жерден жаңағы айтқан бойынша хаттарымызды жібере беретін боламыз. Міне өте оңай, өздеріңізде осылай почталарыңызды ашыңыздар, және электронды почтасы бар адамдарға осындай құжаттарыңызды жіберіп, осы компьютерде ашып қойып, осы сабақты бірге бір көре отырып жасасаңыздар, оңай, жеңіл үйреніп аласыздар деген ойдамын. Олай болса іске сәт, осылай жасап өздеріңізде электронды почта ашып алыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.